Сәлем Стамбулдан. Бүгін ПП видео күнделігімнің 13-ші күні. Бүгінгі салмағым 111-де 6. 200 грамм түстім. Кешегі видеомды көрсеңіздер, 12-ші күнде мына жерге келіп кетем. 100 грамм жалғап алып едім ғой. 111-де 8 болып, 111-де 7-тен 111-де 8 болдым. Енді содан 200 грамм түсіп 111-де 6 болып қуанып отырмын. Соны кеше негізінде мен 2 жаттығу жасаған жоқпын, бірақ вакуум планкалерімді жасап жүрдім. Бүгін сол қуанып жаттығым жасап кеттім де, сөйтіп енді қопырап, балапан шаштарым ұшып, енді келіп сразу видео жазып жатырмын. Сол бүгін вакуумды, планкамды, жаттығымды жасадым. Келіп суымды ішіп жатырмын енді. Шаршап келдім. Жаттығудан шаршап қалам кәдімгідей. Енді вес үлкен болғасын, жаттығу жасау қиын да. Ондай бір үлкен бір кардио бір жаттығулар жасатқан жоқпын. Просто обычный фитнестер ғой. 15-20 минуттық. Сол суымды ішіп жатырмын 2 стакан, содан кейін мынандай бір шөптерім бар, білесіздер өздеріңіздер, сол шөптерімді ішемін. Кешкі таңғы асқа саңырауқұлақ бар, саңырауқұлақ жеймін. Жұмыртқамен, сосын қасына көкөністермен, обедке қарбыз жеймін. Кешке енді білмеймін, кешегі стручковый фасоль бар, соны жейтін боларым, қайтадан кішкене қалып қойды да, көп пісіріп қойыппын. Соны жеймін. Сосын тағы айта кететіні, мен тағы 2-ші потокқа қатысып жатырмын. Ол дейтін, осы поток 14 күн дейтін, осы воскресенье біту керек еді. Сосын 2-ші поток, білмеймін, 2 күн ерте бастап жатыр. Енді бүгін сол 2-ші потоктың несі марафоны басталып кетеді. Соған да жазылып кеттім. Негесі келесі марафон июньде болады деді. Мен оған дейін араларына перерыв жасағым келген жоқ. Сол үшін сразу жалғастырып кете береміз. Видеоның атын қалай атайтынымды білмеймін, енді көремін. Сол арқада жалғастырамыз марафонымызды. Күндеріңіз жақсы өтсін, рахмет, менімен бірге болыңыздар. Қыздар, мынау менің таңғы асым. Жұмыртқа, онда не бар, 2 жұмыртқа, бірақ көп болып көрініп тұр, өйткені ішінде саңырауқұлақ бар. Осынау перец, огурцы, нан. Маған ас болсын. Бірге арықтайық. Күндеріңіз жақсы өтсін. Ау жаным. Афиет болсын, güzel olun benim. Достар, менің түнгі асым кефир, айранда, біздің турецкий айранды білесіңдер ғой, ол дейтін кішкене сұйық болады. Сол маркеттерде, супермаркетте осындай біздің кәдімгі қою айран сияқты кефир деп аталатын айран бар. Бұларды бірақ оны кефир деп айтады, білмеймін неге. Ал обычно айран деп айтатыны, олардың өздерінің сұйық айраны. Сол осындай кефирді алып ішемін мен. Осындай қазір обедке ішем, түскі асқа. А так бұлай негізінде біздікінде айранды Турцияда таба алмайсыңдар, тек супермаркеттерде осылай кефир деп бутылочный сатады. Не болды көзіне? Көзіне бір шей ме бар? Тамам, тұр. Кеш жарық, достар, мына менің кешкі асым. Котлета, саңырауқұлақ, огурцы, помидор, огурцы, перец и қызылшадан салат, ішінде чеснок бар, оливковое масло бар, тұз, бұрыш болды. Маған ас болсын, қарағандарыңызға рахмет. Мен бірге арықтаңыздар. Лайк басыңыздар, пікірлеріңізді тастаңыздар. Менің каналым қызықты болса, каналыма тіркеліңіздер. Рахмет, сау болыңыздар.